Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзіміздің ұлттық жентімізді шоколадта дайындайтын боламыз. Өте сәнді әрі дәмді, нәзік болып келеді. Міндетті түрде менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға талқанымызды саламыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды үстінен салып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Дәмі өте ерекше, нәзік, біздің ұлттық тағамымыз болып келеді. Міне сары майды араластырғаннан кейін оның үстінен сгущенкамызды салып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болу қажет. Қолға жабыспайтын, өте жұмсақ масса пайда болды. Келесі кезекте силиконовый формамызды алып, менде осындай силиконовый форма бар. Сіздерде қандай форма, соған салып жасасаңыздар да болады. Осылай салып шығамыз. Ауылды еске алатын, бұрынғы кезде апаларымыз бізге жасап беретін еді. Естеріңізде болса, сіздер де жасап көріңіздер, өте ерекше. Міне біз барлығын салып болдық. 30 минутқа морозильникке салып қоямыз. Міне біз морозильниктен шығардық. Келесі кезекте шоколадымызды құйып жасайтын боламыз. Міне бізде осындай әдемі форма дайын болды. Өте ерекше, әрі оңай, тойымды болып келеді. Жасап көріңіздер, ауылды еске алып, шаймен ішкенге өте керемет. Дастарханға да қойсаңыздар, дастарханның сәнін келтіретін. Алда Рамазан айы, осылай дастарханға қойып ұсынсаңыздар қонақтарға, өте керемет болады. Келесі кезекте осылай силиконымызға ертілген шоколадтарды құямыз. Осылай құйып шығамыз. Осы жентті дайындай отырып, өзіме бұрынғы кезім есіме түсіп кетті. Апаларымыз дайындап, ол кезде бұндай формалар болған жоқ қой. Қолмен домалақтап дастарханға ұсынатын едік бұрында. Міне біз шоколадтарымызды құйып болдық, және оның үстінен осылай жаңағы жентімізді қойып шығамыз. Өте керемет дәмі. Осылай жасап, заказ қабылдасаңыздар да болады. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Міне ертең Рамазан айы келе жатыр. Сәресіне жасап, жеп жататын болсаңыздар, өте тойымды. Шоколадқа салғаннан кейін де морозильникке 30 минутқа саламыз. Міне менің женттерім 30 минут морозильниктен шықты. Міне осылай өте керемет болып шығады. Өзіме қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Оңай әрі дәмді рецепттердің бірі. Осылай барлығын алып шығамыз. Керемет болып шықты, қараңыздаршы.
менің отбасыма, балаларыма да қатты ұнады. Келесі кезекте ақ шоколадпен де жасадым мен. Себебі жолдасым ақ шоколадты жақсы көреді. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай шоколадпен жасасаңыздар да. Оформлениені өздеріңіз идеяларыңызды қосып жасасаңыздар да болады. Осылай тағы да морозилькеге 30 минутта қатырып, осылай тағы да алып шығамыз. Ақ шоколадпен де өте әдемі болып көрінеді. Міне осындай нәзік, әдемі болып шығады. Міне біздің шоколадталған женттеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мұндай шоколадталған женттерді сыйлыққа немесе тапсырысқа жасасаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелеміз. Сіздер де осы оңай рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.